Hürmetli Rüstem Nurgaliyevich, Marat Gotovich, kilgen konaklар, barşağızga da Allah'ı Teala'nın selamı, rahmeti hem bereketi bulsun. Mine şuşu шығышқа min жиынға, конгресс жиылышына уже 5-ші тапқыр келуім. Бірінші тапқыр шығыш жасадым 14-ші жылда. Уже біздің ішлеген ішлеріміз турында сөйледім. Ауылды сақлау бойынша нендей шаралар көруіміз турында сұрадым. Біз Әкірже районының Ямурза ауылында бір ұлы семья болып яшейбіз. 2 малай, бір қыз өстердік. Олар тұрмышқа шықтылар, тұрмыш құрдылар. Ауылда өзіміз бір яшейбіз, бірге яшейбіз. Қазіргі бүгінгісі күнде 9 ұнық үстірәбіз. Әлі Алла берса бұл соңғысан болмас. Аллаға тәлі сәлеметтік берсін оларға. Балалар бақыттен тағын арттырға мүмкіншілік берсін. Bir жылны қызым күйеуге шыққаштын, күйеуден интервью аларға келгендер сұрадылар. Қарас үйлерішкен жыллары неше бала алып қайтырға жинасы дегеш, күйеу үйлап татырмады, жидені дейді. Қыздан сұрадылар, қызды риза дейді. Жағадан күйеуден ағай сұрап, нештеп жиді санын айттыңыз дегештін, менің әтейімнер жидеу болған дейді. Мына шушы фикірде ершеп, оғылымызда үш үйіштірабыз. Ең бірінші біз барып қайттық, шығырдан, Урмай, Тоқай ауыларын қорап, мұнда халықтың шегершей, халықтың бекінқанық динде екенлігін көріп қайтып, ең бірінші менің бұл шықты фикер ұлы малай Олам Илнурдан, ол башлап жүрушілерден болды. Шулай айтып, ауылны динге шақырып, ауылны динге тартып, Аллахы Тағаланың рахметіне ерішірге тырышып, шулай айтып, ішлімізіне дәуам ете башладық. Сөйледім, менде бірінші шығышымда ауылның мәктебін ремонтлап шықтық дейіп, садик аштық ауылда мәдресе түздік, мәшеттін ремонтладық дейдік. Дәрші алға таба қарап, біз халық үшін тағын нендей фойда кетіре олабыз деген фикерлер келіп башқа. Әйбәт фикерлер келекен Аллахы Тағаладан, фәрештелер үшін, нашарлар шайтаннан келеді елі. Нашы келген әйбәт фикерлерімізді топлап, жиылышып, сөйләшіп, кеңешләшіп, тағын бір шара ұзғарыға ойладық. Оғылымызда мүсілман садик өшіп жібердік. Бәрі биыл бірінші гіне жыл ішлей. Мұнда біздің оқытушыларымыз бар, тәрбиешілеріміз бар, педагоги білімлі қатын қыз, намаздағы қатын қыз, тәрбиешілер бар, ошатушылар бар, ғилем берушілер бар. Оғылымыздың Аллаға шүкір бүгінгі сөкінде ғарапша сөйлешіп тұрған, любой ғарап білән бірге ортақ фикер орташа тартыған оқымышлы хәзіретіміз бар, аның жәмәғәті бар. Тағын бір хәзіретіміз бар, аның жәмәғәті бар. Біздің Аллаға тағаланың рахметі білән ауылда мұндай мұқтажлылық жоқ. Қазір дини біздің түп тәләбіміз балаларға әдәп, әхләк дәрістері беру, кішілерге аралашу, ұлыларны хөрмәт ету, бір рәттен олар бірсі жарыша Құран сүрелері жатлайлар. Менің 6 яшлық ұнығым 30 сүре жаттан біле қадыр. Әлі мен намаз оқып 1-8-9-ны ғана білем. Бір күнні ұшын алды, әбісі бабаңа Құран оқып күшеттері дегештен Құран китабын ашты да, ортасынан ғарап акценті біле шиісті айтып Құран оқи. Ұлыбыз, ұнығыбыз Құран жатлай. Міне шушы ішлерімізді ішлейбіз, біз ойлейбіз, бізге Аллахы Тағала біздің ішлерімізден разы болыр мекен дейіп. Біздің оғылымызға кірген шағында ілініп тұра бір ұлы плакатқа yazылып, Аллахның Құрандағы сөздері, онда бик матур етіп, бик аңлайышлы етіп әйтілген, ауылларда, шәһәрләрдә яшәүчеләр иман китерсәләр, тәқва булсалар, біз көкләрдән һәм җирдән бәрәкәт ишекләрен ачарбыз дип әйткән Аллаһы Тәгалә. Менә шушы сүзләргә таянып нәрсә әйтәсем килә. Безнең авылда соңгы елларда башлангыч мәктәптә 2 класска бер укучы, или бөтен мәктәбенә 1-2 укучы була торган шаклар бар. Бүгенгесе көндә Аллаһка шөкер башлангыч мәктәбебездә 10 бала укый.
Мәктәпкә чаклы яшьтә авылыбызда 30 бала бар. Менә безнең авылыбызга да Аллаһның бәрәкәте иңә башлады дип сөенәбез. Авылыбызның киләчәге бар. Без шул киләчәкне күз алдына китеп сөенеп, Аллаһы Тәгаләгә шөкерләр итеп, эшләребезне оештырып, эшләребезне алып барабыз. Бер шундый хәл булды. Минем оныгым ушагында 2нче класста укый иде. Мин бер басуда туры килеп, агрофирма басуыннан кузаклы борчак җыеп алып кайттым да эштәргә бушаттым, әбисенә әйттем, оныклар кистә ушатырсың дидем. Кергән Фәрхәт әбисе борчак белән сөйләмәкче булган. Онык алган да бер кузакны очкан да сорый башлаган. Бабай кайдан җыйган моны? Әбисе әйткән басудан. Ул басуның хуҗасыннан рөхсәт сорап җыйганмы бу борчакны дип сораган. Әбисе аптырап калып әйткән инде, басуда агач сорап тора алмагандыр инде улым дигән. Очкан борчагында ашамыйча, кузагын ашамыйча куеп, әби бу миңа харам, мин харам ашамыйм дип чыгып киткән. Менә без әле олы яшьтәге кешеләр, аны бик уйлап та бетермәдек. Балачага ничек бәләкәй чагында тиз эләктерә, нәрсә эшләргә ярый, нәрсә эшләргә ярамый. Ул аны үлгәнчә онытмый, хәтерендә кала ул. Мин дә хәтта әнинең өйрәткән аятлары, сүрәләрен хәзер дә хәтерлимен. Менә шулай итеп без, Аллаһка шөкер, безнең авылыбызга хәзер инде күченеп кайта башладылар яшь семьялар. Безнең авылыбызда балаларга тәкъвалык буенча, әдәп, әхлак буенча дөрес итеп тәрбия бирү мөмкинчелеге бар дип иде. Яшь семьялар күченеп буш өйләрне ала башладылар. Дары бер урыс семьясы күченеп кайткан безнең авылга да сорыйлар икән, ул кеше кызыксынучан бит инде. Сез урыс кешеләре нишләп татар авылын сайладыгыз дигәчтен, алар матур итеп аңлатып әйткәннәр, сезнең авылыгызда 5 вакыт азан әйтелеп, мәчеттегездә намаз укыла, и сездә иманлы халык яши, шуның өчен кайттык дигәннәр. Менә шушындый хәлләрдә Аллаһка шөкер, Аллаһы Тәгаләнең биргәненә, безне аңлаганына шөкер итеп, матур итеп эшләренне оештырып яшибез. Безнең икенче тармак безнең авыл Салагыш авылында. Анда безнең игенчелек, терлекчелек бүгенге көндә 351 баш терлегебез бар. 1000 гектар җир эшкәртәбез. 100 баш согым сыерыбыз бар, субханалла. 5-6 ел безнең анда псәебез дә юк иде. Шулай итеп 25 баш калмык сыерыбыз бар. Басуларда игеннәр үстереп, ашлыклар үстереп, чиләннәр үстереп, шунда шөгыльләнәбез авыл хуҗалыгы белән. Монда безнең, конечно, авыр, кыен авыл, бу авылыбыз. 1870-тә, 1919 елда бу авылда яшәгән 700 хуҗалык булган бу авылда. И 3811 кеше яшәгән. Менә бер гасыр чорда авыл 5 бетте. Узган ел, 3нче ел шушы авылда бер бала да тумады. Без бу авылга туры шулай итеп шөгыльләнергә уйлыйбыз. Алла бирсә, Аллаһ Тәгалә насыйп итсә, авылга жәрдәм итәргә тырышып, хәзерге вакытта безнең хәзрәтләребез анда вәгазьләр бер атнага бер көн барып кайталар. Менә шушы авылны әдрәк кенә иманга чакырып, тәкъвалыкка чакырып, дөрес юлга бастырып, Аллаһ Тәгаләнең ризалыгына ирешеп, авылыбызны саклап калырга тырышабыз. Монда чыгыш ясаганнан кичәлектән файдаланып, Рөстәм Нургалиевич, мин бер соравым бар, бу авылга әдрәк кенә тәргиш булыр иде. Арендный программа дигән программа бар икән, илләр төзү буенча. Шуның буенча әдрәк безгә ярдәм итсәгез, бик рәхмәтле булыр идек. Без шуның өчен калган эшләребезне үзебез эшләп, ярдәм итеп авылга, бу авылны да саклап калуга бик зур өлешләр кертеп, шулай итеп яшәр идек. Менә шушы чыккан чыгышымнан тагын минем мөрәҗәгать итәсем килә. Минем алда чыгыш ясаган ханым да бик матур итеп әйтчеләде. Менә эшмәкәрләр, ул бит Аллаһтан килгән сәләт һәрберегезгә. Ул сәләттән дөрес итеп файдаланырга кирәк. Ул сәләт нигезендә сез үзегезнең нинди үсешкә җитешәсез. Бар зәкят дигән. Бик ул диннең бер баганасы, ислам диненең пәйгамбәребез әйткән, әгәр дә бар дигән бойлар, бар мохтаҗлар, бар
Gilimliler var, gilimsizler. Gilimliler gilimlerin taratmasalar, boylar zekatları muhtaçlarga vermeseler, bu avul, bu ülke, bu tübek bütüge taba bara degen. Mına şuşun için avulubuz her bir işmekarının üzlerinin tuğan avulları var. Özünüzün zekatınız hesabından şuşunday işler bilen işlep, buluşsağız, işlemegen meşitleriniz işlep gitse Allah'ı Teala bu avulga bereket ışıklarını işarıydı. Halkka rahmetli bular Allah Teala Allah'ın rahmeti bilen avullarımız turguz ayırıyı görkem halga kiler idi. Şunday bizning örnekte mena mında çıkıp bulan bekçilere de yaramıydı negizinde bütünlerge örnek bolsun deyip edrekkine bolsa da üzerinde şunday nesneler işlesinler deyip söyledim. Şunun için siz de bildirgen çaklı şunday işlerinizni işleseniz Allah Teala'nın rahmetine erişip işlerinizde oңuшлы gına yaşarga nasip eder idi Allah.